Баршаңызға қайырлы таң. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін сіздермен сосиска в тесттен рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және колокольчикті басып, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Жасалу жолы өте оңай, жұмсақ және дәмі өте керемет. Алдымен тестасын дайындаймыз. 200 мг жылы сүтімізді құйып, 100 мг жылы суымызды құямыз. 2,5 ас қасық қант саламыз. Және 1 шай қасық тұз саламыз. 1 ас қасық ашытқы саламыз. 30 мг сұйық майымызды құйып, массамызды бір қалыпта араластырып аламыз. Бетін пищевой пакетпен жауып, үстін орап, жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өтті. Енді бетін ашып, ұнымызды електен өткізіп, қамыр қылып илейміз. Дәл осы рецептпен булочка жасауға болады. Қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып, орап, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өтіп, ашытқымыз дайын болды. Алдымен қолымызды майлап алып, сосын қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Он 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Дайын болды. Енді тестамызды алып, өзіміздің қалауымызша қолымызбен созып жаямыз. Енді сосискамызды осылай әдемілеп орап шығамыз. Тестамыз әдемі болып көтерілу үшін 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Өзіміздің қалауымызша бетін сәндеп шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Сосиска в тесте дайын болды. Ас болсын.